Бүгін біз капустадан жасалған пирог заливной. Ол үшін пияз бен сабызды қуырып, үстіне капустаны саламыз. Тұз, бұрыш саламыз. Енді қамыр дайындаймыз. Ол үшін айран қосамыз. Одан кейін бір қасықтан жарты қасық тұз қосамыз. Бір шай қасық қант қосамыз. 2 ас қасық ұн қосамыз. Енді оңдап тұрып венчикпен араластырамыз. Жұмыртқа қосамыз. 2 жұмыртқа. 3 қасық ұн қосамыз. Разрыхлитель қосамыз. Оңдап тұрып араластырамыз. 2 ас қасық сұйық май қосамыз. Тағы бұлғаймыз. Жартысын саламыз қамырдың. Тегістейміз. Духовканы алдынан ала қосып қоямыз 180 градусқа. Енді капустаны саламыз, начинкасын. Тегістейміз. Енді екінші слой тестаны құямыз. Қамырымызды салдық формочкаға, енді духовкаға қоямыз. 30-35 минут піседі. Міне пирогымыз пісті, енді кесіп дәмін көрейік. Міне пирогымызды кестік. Осындай жұмсақ, дәмді. Біздің каналымызға жазыңыздар, лайк қойған ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар.